Ескерту: егер сіз тамақ жеп немесе тамақ жейін деп жатсаңыз, тамақ жеуді кейінге қалдыруыңызды немесе видеоны көрмеуді ұсынамын. Себебі бұл видеодағы материалдар сіздің тәбетіңізді бұзып жіберуі мүмкін. Сәлем достар, әлем тек бақытты әрі пайдалы дүниелерден ғана құралмайды. Қанша жақсы жағы болса, сонша жаман тұстары да кездеседі. Тіпті қарапайым тамақтың өзі кейде сіздің өміріңізге қауіп төндіреді. Сондықтан бүгін мен сіздерді әлемдегі ең қауіпті 5 тағамның түрімен таныстырамын. Шет елді қыдырып жүргенде абай болыңыздар. Фугу балығы. Балықтың құрамындағы бір тамшы у сіздің денеңізді жансыздандырып, кейіннен тыныс алу жолын тоқтатады. Негізінен фугудың ең қауіпті жері уылдырығы мен бауыры болып есептеледі. Жапон халқы удың етке тарап кетпеуін қадағалайды. Алайда дәмі тіл үйірерлік болғандықтан мұны жейтіндер саны да едәуір көп. Бұл астан жылына 10 адам көз жұмады екен. Үлкен бақа өгіз. Бақаның ағзасы мен терісі уға толы болып келеді. Бірақ жеуге келмесе де адамдар оны тазалап тағам ретінде дайындайды. Мұндай тағамды жеген адамның 2 күннен кейін бауыры жұмыс істеуін тоқтатады. Кейін жүрегі де жұмысын жалғастыруға дәрменсіз болады. Ештеңеден қорықпайтын намбиялықтар қорек ретінде пайдаланғанды қатты жақсы көреді екен. Макарал. Үлкен акуланың етінен жасалады. Мұндай акуланың еті піспеген күйінде өте улы келеді. Ғалымдар құрамын зерттей келе адамды өлуге дейін әкелетін аммиак уы бар екенін растаған. Әдемілеп кесіп күннің астына 4 ай кептіреді екен. Дайын акула өте дәмді болады. Акула солтүстік адамдарының ең сүйікті асына айналған. Санначаки. Күнжіт майы себілген тірі 8 аяқ, яғни корей тағамдарының бірі. Саначаки фугу балығымен салыстырғанда улы емес, бірақ қайтыс болғандар туралы деректер кездеседі. Бұл тамақты ішкенде абай болу керек. Өйткені олар жұтқыншақты бітеп, тастап ауа жұтуды тоқтата алады. Касу марацу. Әлемдегі рұқсат етілмеген ірімшік. Не себепті десеңіз, контрабандалық жолмен тасымалданады. Бағасы да едәуір қымбат. Сардиналық қойшының ойлап тапқан ірімшігі күннің астында дайындалады екен. Біраз уақыт тұрғаннан кейін ірімшік шіркейлерінен қалған бактериялар тағам құндылығын арттырады. Егер жеп қойғаннан кейін ішіңізге тірі бактериялар түсетін болса, онда асқазаныңыздың жұмыс жасауы қиын болады. Ешқандай тағам түрі өзіміздің халал дастарханымызға жетпейді екен. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздермен болған мен Айбын, сау болыңыздар.